Саламатсыздар ма оқушылар? Саламатсыз ба? Жарайсыздар, бүгінгі сабаққа дайындық үшін алдымен жинақталып алайық. Құралымыз түгел ме? Кітабымыз, дәптеріміз, қаламымыз, қарындашымыз. Дайын ба? Орнықты ішке қарай ысырамыз, ойымызды тіктеп ұстаймыз. Өте жақсы, тамаша. Ендеше бүгінгі сабағымызға көшейік. Алдымен қазір отырған 4 топ бойынша 4 топқа жеке-жеке ортақ тақырып бойынша атау беремін. Ол үшін не істеймін? Қазір әр топқа әртүрлі суреттер тапсырып беремін. Таратамын. Сол суреттерді мен мынандай үлкен А3 қағазын беремін. А3 қағазына орналастырасыңдар, жабыстырасыңдар. Жабыстырғаннан кейін барып, сол жиынға ортақ атау бересіңдер. Білесіңдер ғой, жиынға атау бер. Мысалы, әртүрлі парта, орындық, карандаш тұрса, ортақ жиынның атауы қалай болады? Өте жақсы, дәл солай ортақ тақырып бойынша. Біздің қазіргі ортақ тақырыбымыз бөліміміздің аты қандай еді? 3-ші бөліміміз мәдени мұра. Өте жақсы. Сол тақырып аясында топ атаулары болады, соған дайындалып отырайық. Бірінші топқа мінекей А3 қағаздарымыз және мынандай 3 сурет беріледі. Өздеріңіз қандай атау берулеріңіз келсе, сол атауды бере қойыңыздар. Келесі екінші топқа. Екінші топ А3 қағаздарыңыз және мынандай 3 сурет беріледі. Ортақ атауын табыңыздар. Үшінші топ А3 қағаздарыңыз және мынандай 3 сурет беріледі. Осы 3 суретке ортақ атау табыңыздар. Төртінші топқа А3 қағаздарыңыз және 3 түрлі сурет. Осы үшеуіне атау таба қойыңыздар. Жоқ, бұра емес. Бұрынан жеке қалған. Дұрыс не? Бізден қалған Олар нелер? Алдына да ежелгі алғандар. Балдар, соныменен атауды берді деген ойдамын. Енді менің тақтамменен байланыса отырып, түгел бірге топқа атауды таңдай қояйық. Топқа атау береміз. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ және төртінші топтың атаулары. Бірінші топ, мен сіздерге мынандай 3 сурет берген болатынмын. Бірінші сурет, екінші сурет, үшінші сурет. Сіздер осы суреттер бойынша қандай атау бердіңіздер? Оқи қойыңызшы. Ежелгі мұра және жазулар. Ежелгі мұра және жазулар. Жазулар, ежелгі дейтін сөздерменен мен сіздерге бірінші топ көне жазбалар дейтін топтың атауын бердім. Топтарыңыздың атауы қандай? Көне жазбалар. Өте жақсы. Екінші топ, енді сіздерге қарай мынандай суреттер бердім. Бекет ата мешіті, Қозы Көрпеш Баян сұлу мазары, үшінші Ахмет Яссауи кесенесі. Өте жақсы. Осы 3 атау бойынша қандай атау бердіңіздер? Мәдени ескерткіштер. Мәдени ескерткіштер. Дөп дейдіңіздер. Өте жақсы. Мәдени ескерткіштер. Топтарыңыздың атауы? Өте жақсы. Көне жазбалар, мәдени ескерткіштер. Үшінші топ. Сіздерге қарай кетейік. Үшінші топ. Сіздерге мынандай суреттер берілді. Бірінші сурет. Ескі ыдыстар мен кітаптар. Екінші, қару-жарақтар және алтын адам. Бұл жазба бойынша қандай атауға
Тарихи жәдігерлер. Өте жақсы, дәл таптыңыздар. Сіздердің топтарыңыздың аты Тарихи жәдігерлер. тарихи жәдігерлер. Өте жақсы. Енді төртінші тобымыз қалды. Төртінші топқа мен мынандай 3 сурет берген болатынмын. Бірінші сурет Абай Құнанбайұлы. Келесі Әл-Фараби Әбу Насыр. Және Ыбырай Алтынсарин. Бұлар кімдер? Атақты адамдар. Өте жақсы. Сәл ұқсады синонимдес сөзі немесе көрнекті тұлғалар. Сонда топтарымыздың аты көрнекті тұлғалар. Өте жақсы, жарайсыңдар. Мінекей, біздер ортақ тақырыбымыз бойынша мәдени мұра деген бөлім бойынша осындай топтың атауларын бердік. Ендеше келесі бүгінгі тақырыбымызға қарай сол мәдени мұра бөліміндегі біздің екінші тақырыбымыз көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға жазбаша көбейту. Жазбаша деген қайтып? Бағана. Жарайсыздар. Яғни біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыздың жалпы мақсаты оқушы көп таңбалы сан. Көп таңбалы сан деген неше таңбалы сандар? 3, 4, немесе одан да көп. Өте жақсы. Сол 3-4 таңбалы сандарды неше таңбалы санға дейді? Таңбалы санға жазбаша бағандап көбейтуді үйретемін. Балалар, назарымызды түгел менің тақтама бұрайық. Түгел қарадық па? Ендеше мұқият тыңдап аламыз. Мұқият тыңдайық, содан кейін сіздерге топтық, жеке, жұптық тапсырмалар береді. Дәл осы тақырыпқа қойыңыз. Қарай қояйық. Біздің алғашқы менің түсіндірейін деп отқаным, бұл біз математикада клетка дәптерді қолданамыз. Солай ғой, осы клеткада бағандауды, көбейтуді қалай бағандауды үйрететін боламын. Алдымен көбейтудің компоненттерін есімізге түсіріп жіберейікші. Көбейткіш, көбейтудің мәні. Өте жақсы, тамаша оқушылар. Енді балалар, мінекей, бізде жаңа айтқан көбейтудің компоненттері біздің бірінші көбейткіміз неше деген сан көбейткішіміз? Неше таңбалы сан? 3. Өте жақсы. Екінші көбейткішіміз неше? 17. Неше таңбалы сан? 2. Өте жақсы. Енді орналасу ретіне қарап отырмыз ба? Қалай жазыппыз? Бірліктің астына өте жақсы, жарайсыңдар. Мінекей, көбейтудің бағаны дәл осылай қосу азайтудың бағандауы сияқты астына бірліктің ондықтың астына жазылады. Енді қалай жазамыз? Бағандаудың көбейту таңбасы немен салынады? X. Өте жақсы. Енді қараңыздар, бұл жерде қосу мен азайту бағанынан сәл өзгешелігі көбейтудің. Бірінші тұрған бірлікті, жетіні мына 261 санына жеке-жеке көбейтіп аламыз. Екінші тұрған бір ондықты 261 санына тағы да жеке-жеке көбейтіп аламыз. Қазір мен түсіндіремін, түсіндіру барысында мұқият қарап отырмыз. Бірінші тұрғанымыз неше бірлік? 7 мен 1-ді, яғни 7 мен 1-ді көбейткен кезде бірлік пен бірлікті 7 мен 1-дің көбейтіндісі неше? 7. Қайда жазам? Менің астына жазам. Өйткені мен бірлікке көбейтіп атым. Сол себепті бірліктің астына жазам. 7 бірім? 7. Өте жақсы. Мінекей дәптерде мен қалай жазамын? 7. Енді бірлікті ондыққа көбейтемін. 7 мен 6-ның көбейтіндісі? 42. Қайсын жазам? 42. Иә, бірлігін жазамын. 42-ның 2 бірлігі. Орыс айтасыңдар, өте жақсы. Ондықты мен жоғарыда емес, мына жерге алайық. 4 ондығымыз ойда. Әлі біздің ойымызда тұр. Ол әлі қосылған. Келесі, енді бірлікті 100-ке көбейтемін. 7 мен 2-ның көбейтіндісі 14. Тең жарайсыңдар. Енді ойдағыны қосамын. Ойдағы менен 18 болды. 18-ді 8-ін жазып бірін ойға алайын ма? Жоқ. Не істеймін? Екеуін бірге жазам. Өйткені ең салса. Өте жақсы.
мен 18-ді бірден жазам. Көбейтуім дұрыс болды ма? Болды ма мен есепті шығарып? Жоқ. Дұрыс айтасың. Бұл санды балалар. Бұл санды мен бірінші толық емес көбейткіштің мәні деп айтамын. Толық емес әлі. Толық болған жоқ. Себебі мен мына бірге көбейткен жоқ. Мен тек қана жетіге көбейттім. Енді бір ондыққа көбейтемін. Бір ондық пен бір бірліктің көбейтіндісі, бір мен бірдің көбейтіндісі нешеге? Қайда жазам? Молодец, неге ол? Мен дұрыс айтасың, себебі ондыққа көбейтіп жатырмын. Ондыққа көбейтіп тұрып, мен бірліктің астына жазып кетсем, ол дұрыс бола ма? Жоқ, дұрыс болмайды. Ондық пен бірліктің көбейтіндісін бірді ондықтың астынан жазамын. Келесі, бірлік пен ондық пен ондықтың көбейтіндісі. Бір мен алтының көбейтіндісі. Келесі алдына жазамын. Алтыға дейін. Келесі, ондық пен жүздіктің көбейтіндісі. Бір мен екінің көбейтіндісі. Алдына жазамын. Апай, сосын екеуін қосамыз. Өте жақсы. Енді қара, бұл 261 дегеніміз екінші толық емес көбейтіндінің мәні. Иә. Сонда бірінші толық емес пе? Екінші толық емес пе? Не істеп аламын? Қосып алған кезде менде не шығады? Толық көбейтіндінің мәні шығады. Бірінші толық емес, екінші толық емес. Екеуін бір-біріне қосқан кезде толық көбейтіндінің мәні шығады. Алып қоса қойып, 7-ге қосатын сан бар ма? Жоқ. Сол себепті астына түседі. Өте жақсы. Сол күйінде астына түседі. Мен оны немесе мына жаққа жаза алмаймын. Бірліктің астына түседі. Келесі, 2 мен 1-дің қосындысы 3-ге тең. 8 мен 6-ның қосындысы 14-ге тең. Не істеймін? Өте жақсы. 4-ін жазамын, 1-і ойда. Келесі, 2 мен 1-дің қосындысы ойдағы мен 4. Сонда менің 261 мен 17-ның көбейтіндісі 4437. Сабақ түсінді ма? Иә. Қиын ба? Жоқ. Өте жақсы, жарайсың. Оқушылар, енді екінші түсіндіргім келіп тұрған нәрсе, бұл жерде көп таңбалы санның соңы 0-мен аяқталса қалай көбейтеміз? Мінекей, менің көп таңбалы саным неше? 2610. Соңғы цифрымыз қандай сан? 0. Егер өте жақсы алдын өткен тақырып бойынша 0-ді мен соңына қалдырдымда екінші көбейткішті қай жерден бастап жаздым? 10-ның мен жүздіктің астына бастап жаздым. Егер менің 10-дығымда да 0 болатын болса, мен онда қайдан бастап жазам? Жүздіктен бастап жазам. Дұрыс айтасың. 0-ді мен есепке алмай жеке қойып қоямын да, енді есептеуімді орындаймын. Дәл анағыдай, тек 0-ді есепке алмай. Өте жақсы. Дәл осы, мінекей, қарапайым, дәл осыны қайтадан мына жерге көшіріп. Бірінші толымсыз көбейткіші нешеге тең болды? 1827. Екінші толымсыз көбейткіші? 261. Өте жақсы. Не істейміз екі көбейткішті? Осыған нәтиже шығады. 4437 жазамында. Өте жақсы. Мана есепке алмай өткен 0-ді, міне мен мәнінде ғана түсіремін. Оған дейін түсірмеймін. Толымсыз, мына толық емес көбейткіштерді қапталына түсірмеймін. Шатаспаймыз. Мәніне түсіреміз. Толық мәніне түсіреміз. Түсіндік бе? Сонда мына 0-ді мына жерге түсірген кезде мәні неше болды? 44,370. Сұрақ бар ма? Жоқ. Дайынбыз, иә? Иә. Ендеше тапсырмаларға көшейік. Үшінші тапсырма. Оқушылар, жаңағы менің айтқан сабағымды
өте жақсы деңгейде түсінген болатын болса, соны тексеру мақсатында қазір сіздерге алдымен топтық тапсырма беремін. Топтық тапсырма деген сөз қалай орындаймыз? Барлығымыз бірге, бір топтың оқушылары ұжымдасып, бірге орындайсыз. Маған қараңыздар, мен топтық жұмыстарыңызды, жеке жұмыстарыңызды, жұптық жұмыстарыңызды бүгінгі мынандай күліп тұрған, өте жақсы деңгейдегі оқушы деген сияқты смайликтермен бағалап отыратын боламын. Ал аша қояйық, қазір топтық тапсырма. Бірінші, мінекей. 4 топқа да дәл осындай жаңағы түсіндіргенім бойынша осындай плакатты дайындап келдім. Мен қалай түсіндірдім, дәл солай топта орындайсыздар да, сол топтан бір оқушы шығып, тақтада өз жұмыстарын қорғайды. Түсінікті ма? Ендеше, мінекей, бірінші топ сіздердің жұмыстарыңыз. Барлығыңыз бірге ұжымдасып жасаңыздар. Маркерлеріңіз бар. Екінші топ сіздердің жұмыстарыңыз. Үшінші топ барлығыңыз бірге жұмыс жасайды. Төртінші топ барлығыңыз бірге артты шұдамайыз. Балалар, топтық жұмыс барлығымызға берілді. Мен әдейі сіздерге уақыт қойып отырмын. Уақыт әуенмен беріледі. Әуен қашан бітеді, топтық жұмыс сол кезде тоқтатылады. Түсініп қояр? Ал бастай қояр. Бізде бар жоғы 2 минут қана беріп едім, бірақ 2 минуттан бұрында өте жақсы деңгейде бүгінгі сабақ түсінді деген ойдамын. Бұрында аяқтап тастап болдық деп отырған оқушыларымыз бар, өте жақсы. Қазір әр топтан бір сайлап, бір оқушыдан шығара қояйық. Алдымен бірінші топтың оқушысы. Кімдерді сайлайсыздар? Кім сөйлейді? Кім дайын? Келе, өте жақсы. Ясыл. Келе қояйық. Жұмысында. Жасыл ала ғой. Ал таныстыра ғой, оқушылар дұрыс екен. Қай жерде қандай қатесі болуы мүмкін? Соны тексеріп отырамыз. Жасыл сөйлейді. 347 мен 32-нің көбейтіндісінің мәні 694 болды. 32 көбейтіндісінің мәні 694 болды ма? Иә. 2-нің көбейтіндісі 694 болды. Қорғайды. Келе ғой. Өте жақсы. Түзелді. 528 мен 1-дің көбейтіндісі 528
көбейтіндісі 528-ге тең. Өте жақсы. 528 мен 2-ның көбейтіндісі 1056-ға тең. Екеуін қосқанда 11088 шықты. Иә, мәні дұрыс па екен оқушылар? Дұрыс екен. Өте жақсы. Енді бір қарақшы, екінші топтың сәл бір жерінде бір кім байқады? Кім байқады? Иә, Ильяс? Қосу жоқ? Қосу бар, бірақ қай жерде? Есептің мәні дұрыс шыққан көбейтінінің, өте жақсы. Бірақ бір жерде бір кішкентай бір қателік деп айтсам, немесе шатасып кеткен. Соны кім байқап отыр, кім көріп отыр? Байқап отырсаңыздар ма? Иә, Динас. Көрсетіңізші. Иә. Оның алдында тұру керек. Өте жақсы, жарайсың. Яғни біздер қосып жатырған санымыз 528 бен 1056 қосып жатырмыз. Ал қосу таңбасы мына жерде тұрса, біз 528 бен 56 қосып қойған сияқты болып көреміз. Қосу таңбасы екі толық емес көбейтінінің мәнінің алдына қойылады. Түсіндік пе? Екінші топ түсіндік пе? Жарайсыңдар, өте жақсы. Смайлинг беруді ұмытып, өте жақсы, жарайсыңыздар. Топтар, екінші топ. Үшінші топ, дайын болған оқушымыз кім сөйлейді? Келе ғой, Нұрбек. Ал, мә. Маркерің сөйлей ғой. 462 мен 4-тің көбейтіндісі 1848-ге тең. 462 мен 3-тің көбейтіндісі 1386-ға тең. Екеуін қосқанда 15078 шығады. Көбейтінінің мәні дұрыс па оқушылар? Дұрыс екен, өте жақсы. Жаңа біз алдыңғы екінші топтың қосу таңбасын жөндеген болатынбыз. Бұларда енді оларға қарап бой түзеп жөндеп алыпты. Өте жақсы, жарайсың. Неке сіздің топтың бағалы Смайлинг. Өте жақсы, жарайсыңдар оқушылар. Төртінші топтан дайын сөйлейтін оқушымыз. Келе қойыңыз. Иә, жақсы шығарыпты, жарайсың. Алты жүз 12 мен 25-тің көбейтіндісі 15.300 шығады. Оны бетіп шығарады. 5 пен 2-ні көбейтеміз. 5 пен 612-ні көбейткенде 3006 шығады. Сосын ондығына келсек, 2-ні 612-ге көбейтеміз. 1224 шығады. Соның екеуін қосамыз. 15300 шығады. Көбейтінінің мәні дұрыс па оқушылар? Иә, өте жақсы. Жарайсың. Сіздердің де қосу таңбасында сәл өзгеріс бар екен. Жарайсың, өте жақсы. Отыра ғой. Жарайсыздар оқушылар. Топтық жұмысты сабақта түсінгендеріңізді көрсетіп орындадыңыздар. Тек қана жаңағы баған ережесіндегі плюс таңбасының немесе азайту таңбасының немесе басқа да сызықтарының өзінің орналасу реті бар. Соған көбірек мән береміз. Әсіресе екінші, үшінші, төртінші топтың оқушылары. Түсіндік қой, иә? Өте жақсы. Ендеше келесі біздің тапсырмамыз ол жұптық жұмыс оқушылар. Оқушылар, жұптық жұмысқа кезек берейік. Жұптық жұмыста әркім өзінің отырған кіммен? Сыныптасымен, парталасымен жұмыс жасайды. Әр оқушыға, біздің оқулықтағы нөмірі 4-ші есеп 26-ші беттегі есепті мынандай дайындап алып келдім. Жұпқа беремін. Жұп екеуі бірігіп отырып қаламмен орындайды. Бір параққа бір-бірден орындайсыздар.
жазбаңыз қосын деді бұлар. Жүйрімкі. Оқушылар, осымен біздің жұптық жұмысымыз аяқталды. Жұптық жұмысты тексеру үшін мен әдейі әр топтан бірінші аяқтаған жұптардың жұмыстарын алып кеттім. Бірінші топта бізде Нұрай мен Ұлжанның жұмысы бірінші аяқталды, өте жақсы. Екінші топта Айарым мен Ильястың жұмысы аяқталды, өте жақсы. Үшінші топтан Кәусар мен Нұрлыбектің жұмысы аяқталды. Төртінші топтан Фатима мен Динардың жұмыстары аяқталды, өте жақсы. Қазір мен мынаны тақтаға ілейін, сосын төрт топтың да мәндерін бір-бірімен салыстырамын. Тексерек оқушылар, мен қарап тұрмын, сіздерге енді қатты алыстан көрінбейтін шығар, бірақ мен түгел қарап жабыстырып жатқанда байқағаным, барлығымыздың да есептеріміздің мәні бірдей және өте жақсы деңгейде орындаған екенбіз. Жарайсыңдар, бір жұп бойынша сіздерді де бағалап шығарыңыздар. Өте жақсы жұмыстарыңыз, жарайсыңыздар. Өте жақсы. Көбейтуді өте жақсы меңгерді. Өте жақсы Динас. Өте жақсы. Фатима, жарайсыңыздар. Осымен біздің жұптық жұмысымыз аяқталды. Ендеше оқушылар, біздер бүгін дәптермен жұмысты да ұмытпай, жеке жұмысты қазір дәптерге орындайтын боламыз. Ол үшін дәптерімізді ашайық. Бүгінгі жадысы менен сылым жұмысын жазып, қазір сіздерге номер 5-ші сеп 27-ші бет. 5-ші сеп 27-ші бет. Көріп тұрмыз ғой, 6 бағандау көбейту. 6 бағандауды жеке-жеке дәптерімізге өте әдемі, тиянақты, ұқыпты етіп орындаймыз.
Баған сызықтарын немен сызамыз? Карандашпен. Өте жақсы. Сонда ғана біздің дәптеріміз әдемі болады. Сеніз? Ақындап тұршы. Дәптерді құпта жазамыз, таза жазамыз. Орындаймыз. Уақыт тапшы. Ойланамыз. Өте жақсы, өте жақсы. Екіншісін аяқтап, үшіншісін орындалған оқушылар бар. Өте жылдам. Кеудемізді тік ұстаңыздар. Жазған кезде кеуде тік ұстау керек. Жақсы болады. Өте жақсы деңгейде аяқтадық. Жарайсыңыздар, бақылап жүрдім, қарап жүрдім, жаңа да тексеріп өттік. Бір-бір шолу жасап, өте жақсы. Барлығымызға да жақсы деңгейде орындады деген күлген смайликтерді таратып ала қойыңыздар. Не, 3-6 бердім, таратып ала қойыңыздар. Бір-бірден ала қойыңыздар. Бір-бірден ала қойыңыздар. Бір-бірден ала қойыңыздар. Өте жақсы. Енді бері қарай. Енді бері қарай. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабағымызды өте жақсы деңгейде аяқтадық. Енді өздеріңізді саралап, бүгінгі біздің кері байланысымызды бергім келіп отыр. Кері байланысыма оқушылар, мынандай әдісті алдым. Нысанаға дөп тидім. Яғни бүгінгі біздің сабағымызды өте жақсы түсінген оқушылар, қазір мен сіздерге мынандай жебелер таратамыз, секер жебелер. Осы жебелерімізді мына нысанаға дөп тиген, яғни бүгінгі сабақты өте жақсы деңгейде 10 балдық, 9 балдық ұпайда меңгердім дейтін оқушы мына жасыл түсті дөңгелекше әкеліп жапсырамыз. Ал егер мен бүгінгі сабақты жақсы түсіндім, бірақ әлі де кішкене жұмыстануым керек, мен бұл сабақты 8 балдық, 7 балдық деңгейде түсіндім дейтін оқушы сары түсті дөңгелекшенің ішіне әкеліп жапсырады да, әлі де маған көмек керек сияқты. Мен әлі де мына жерін түсінбей отырмын дейтін оқушы болатын болса, ол 6 ұпайлық және 5 ұпайлық қызыл түсті дөңгелекшенің ішіне өз жебесін әкеліп тигізеді. Түсіндік пе? Өте жақсы. Мен тарата қойын, барып жапсыра қойыңыздар. Бір-бірден ала қойыңыздар да сақтағыш жапсыра қойыңыздар. Oldu. Sen tüken olmuşsun. Tamam mı? Tamam. Өте жақсы оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыздың нәтижесі, сабағымыздың қорытындысы бойынша бізде
26 оқушымыздың 25 нысанамызға дөп тиіп 10 балл және 9 балдық жүйеде жақсы меңгерген, өте жақсы меңгерген, және біздің бір оқушымыз 8 балдық ұпайда меңгерген екен. Ол оқушыменен жеке түсінбеген жерін көретін болса, келесі сабақта жұмыс жасауға шақырамын. Оқушылар өте жақсы, жарайсыңыздар. Осыменен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнады деген ойдамын. Үй жұмысы ретінде 12-ші есепті аламыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сау